Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен тәтті дәмді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін алдымен арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, міндетті түрде сақтап алыңыздар. Алда шығатын видеоны сіз ең бірінші болып көретін боласыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қыздар, песочный тесто дайындау үшін бізге електен өткізілген 200 грамм ұн, 1 шай қасық қамыр қопсытқыш, 100 грамм сахарный пудра, 100 грамм сары май, 2 жұмыртқаның сарыуызы қажет. Ұнға қамыр қопсытқыш пен сахарный пудрамыз салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне салқын күйдегі сары майымызды салып, үгілмелі тесто дайындаймыз. Достар, менің пайдаланатын сары майым 82%-дан кем емес. Сіздер де сондай сары майды мүмкіндігі келсе пайдаланыңыздар. Өз қолыңызбен жасаған және таза өніммен жасаған асыңыз өзіңізге міндетті түрде адал болады. Видеода көрініп тұрғандағыдай песочный тестомыз міне осындай үгілмелі болып шығуы қажет. Енді осының үстіне жұмыртқаның 2 сарыуызын салып, жақсылап илеп, тесто дайындаймыз. Қыздар, песочный тестомыз дайын болды. Ыдыстан барлығын жинақтап илеп аламыз. Тестоның өзі сынғыш болады. Осылай целлофан мешокқа салып, тестоны 30-40 минутқа холодильникке саламыз. Бұл пирогқа неше түрлі салма салсаңыздар болады. Мен 250 грамм варенка сгущенка мен 100 грамм жаңғақ қосатын боламын. Екеуін жақсылап араластырып, варенка сгущенкамыз пісу барысында сыртқа ағып кетпес үшін бір жұмыртқаның ақ уызын қосуды ұмытпаңыздар. Менде диаметрі 19 формаға тестомызды жинақтаймыз. Алдымен тестомызды бір қайтарып жақсылап илеп аламыз. 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін бетіне қалдырамыз. Осындай силиконды коврикке ұн сеуіп, тестомызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Тестомызды формаға салып, бортиктер жасаймыз. Саусақтарымыз арқылы пирогтың формасын келтіреміз. Қыздар, біздің тестомыз песочный болғандықтан сынғыш болып келеді. Ол қалыпты, ешқандай қорықпай жұмыс жасай береміз. Артық ұнды қосуды қажет етпейді. Енді салмасын салып, қасықтың көмегімен орналастырып шығамыз. Тестоның қалған екінші бөлігімен пирогтың бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдеуге болады. Мен ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып алдым. Осындай ирек-ирек тілімдермен пирогтың бетін әсемдейтін боламын. Пирогтың рецептісі барлық мөлшері төменде описаниеде толық болады. Егерде үлкен диаметрлі формада жасайтын болсаңыздар, қосылған қоспаның барлығын 2 есе қосып жасауға болады. Тәтті пирогымыздың бетіне бір жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Пирогты толық суытып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өзі тәтті, құрамы қарапайым, жасалуы оп-оңай пирогымыз дайын болды. Салмасында салған жаңғақтың өзі бұл пирогқа ерекше дәм береді. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Егерде рецептім ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерге ас болсын.